Кең бөлмеден жаңа ғана ауаға шашылған спрейдің иісі шығады. Кәрі адамның иісі үстіме сіңіп қалар деп күтуші қыз жаңбырдан кейінгі ауа деп аталғанымен бәрібір жүректі айнытатын өткір иісті ауа жаңартқышпен аямай шашыпты. Терезесі еденге жете қабыл бөлмеде жарық мол. Терезеге жақын тұрған жалғыз креслода ұйықтап отырғаны әлде ояу екені белгісіз кемпірдің әр жері ойдым болып жылтырап қалған қалақтай, басындағы сиреген аппақ шашы таза жуылған мамықтай болып көтеріліп тұр. Созылып кеткен сырғаларындағы алтын сырғасы иығына құлап жатыр. Ол тек өткен шақтарды, бір кездерде жанын жылатқан сәттерді ғана еске алады. Онда да бүкіл диалогы іштей жүріп жатады. Әгәрәкей тыңдайтын құлақ табылса, неше жылдан бері көм боп қатқан көңілдесін жібітіп, әңгімеге шөліркегенін жасырмай, ішін кеулеген мұңын сырын ақтарар еді. Қатары қалмаған, жанында шүйіркелесер теңі де жоқ 93-тегі адамның бір сыдырғы өмірінен бұл кісі әлі тірімеді деп таң қалатындардан бұрын ең ақыры өзі де жалыққан. Ол ұзақ өмір сүрді. Аяғының ауыратыны болмаса, саулығына өкпесі жоқ. Ұйқысы да бір қалыпты. Бір ауық осы ұзақ сонар жатыстан жалығып, өмірден ерте өткен әкесінің, шешесінің, күйеуінің жасамаған жасын өзіне бұйыртқан құдайына ризашылық білдірудің орнына енді қашан осылай жата беремін бе деп өкпелейтіні бар. Сара әже, мен сізге ертең соңғы күн келемін, деді көзі үнемі жайнаңдап тұратын күтуші қыз жастықтың тісін ауыстырып жатып көңілсіз күйге еніп. Сізге үйреніп қалып едім. Осы жұмысым ұнайтын, әрі айлығы да көңілімнен шығатын. Енді амал жоқ, басқа жұмыс іздеуге тура келеді. Наталья Алексеевна, пәтерді сатамыз дейді. Ал сізді... Қыз тілін тістей қойды да, мұның сөзін тыңдап жатқан адам бар ма өзі? Дегендей кемпірдің бетіне үңілді. Кемпір күтуші қыздың айтқанын естіген еді. Кейде дәрі-дәрмектерін уақытылы қабылдауды естен шығарып алатыны, не күніне бір рет болса да су ішу керегін ұмытып кететіні болмаса, Сараның әлі де санасы сергек. Осы жасқа келіп алжымай отыруының өзін кемпірге Құдайдың тарапынан жасалған зор сияпат десе болғандай. Ақыры мұны бір жерден кетірмекші екен ғой. Өзінің туған келіні, өз аяғымен өлмелі кемпірге келіп осыны айтуға адымы жетпегеніне қарағанда тіпті соны қажет деп санамағаны да. Баспанасының сатылатынын айдаладағы 3 қайнаса сорпасы қосылмайтын күтушіден естіп отырып, өзінің өлмелі шағында қайда барары белгісіз екенін миымен анық сезініп тұрса да, кемпір күрсінбеді. Күрсінбегенің не? Тіпті қабағынан реніштің ізі байқалмады. Адам жасы келіп, бойындағы әл қуатының жанып бітуге айналған балауыз шамдай азайып, ешкімге керексіздігін сезінгенсін-ақ әлденеден үміт еткен, әлденеге сенген қалпыда ізім қайым жоғалып, алда болатын бір жақсылықтан дәмелі көңілі де өз-өзінен сабасына түсіп, сыртылдаған сағат тіліне де, жылжыған күндер мен аунаған айларға да мәу деп мән бермейтін болып, дүниенің ақыр соңы бүгін екен десе де, міз бақпас сел қостық пен ен жарлыққа әбден билетіп алады екен. Сара да дәл осындай күйде. Әлдене армандайын десе, алда өзін тебірентіп, әлде қалай жанын жарылқайтын ештеңе көрінбейтін болған. Күтуші қыз келіп бұған ұзын шөлкей мен үстіне көйлек кигізіп жатқан кезде де өзінің ұзақ өмірі туралы ойлады. Қозғалған сайын қарынының әбден босап, салбырап қалған терісі дір-дір етеді. Еті қашқан қолдарын икемдеп киінуге өзінше көмектескен болады. Кеудем қысылады деп төс тартқышты кимей тастағалы қашан. Көйлек астындағы беліне дейін салбыраған омырауы екі жаққа жайылып жатыр. Иегінің астындағы сиырдың желініндей созылып кеткен алқымы әжімнен қатпар-қатпар.
Шашын жинамай жібере салған күтуші қыз өзіне салмағын салғысы келмей тырысқан кемпірді сүйреленкірей әжетханаға апарып дымқылданған ауырлап кеткен жөргекті шешіп алды. Кемпір түнде өздігінен тұрып әжетханаға бара алмайтын. Күтуші қыз оны бала секілді жуындырып, құрғатып, таза киім кигізіп, жөргегін ауыстырады. Екеуі бір адым жасап кідіріп, тағы бір адым жасап дем алып, екі иіннен тыныс алып, әжептәуір болдырап қалған кәрі кісіні үстелдің қасындағы адам отырғанда батып кететіндей терең креслоға отырғызды. Ебедейсіз дірілдеген әлсіз қолдар үшін күмістелген неміс қасықтарының біраз салмағы бардай. Кәрі иек ботқадан аздап алып, езілген печеньені малжаңдап біраз отырды. Асқазаныма ауыр, кекіртеді деп нан жеуді қойған. Ет атаулыдан балықты ғана дұрыс көреді. Оның соңғы жылдардағы өмірі фильмнің өте баяулатылған көрінісіне ұқсайтын. Адымы қысқарған үстіне қысқарып барады. Тамақтану, теледидар қарау, күтушімен аз кем тілдесуді есептемесең, бір бұл соншалық жайлы болғанымен, сонша сүрсеңіз әбден жалықтырар өмір еді. Кезінде ауқатты адамдар үшін қала шетіне салынған оңаша үйдегі бұл пәтерді бір кезде Сараның өзі сатып алған. Ол кезде жалғыздығы білінбеді. Құрбылармен араласатын, арасында қонаққа баратын, қонақ күтетін, театрға баратын, түн жарымына дейін кітап оқитын. Өздерін элитамыз деп есептейтін құрбылар соңғы мода, байшыкештердің әйелдерінің киген киімдері, зергерлер көрмесінде көрген бұйымдар, өздері оқыған кітаптары мен көрген фильм туралы түн жарымына дейін әңгіме айтатын. Кейін аяғы өзінің бұрынғы аяғына ұқсамай, тура ауыстырып алған аяқтай болып, мінез шығарып, жүрген сайын мазасын алып, түн болса сырқырап, жүріп тұруы қиындағанда, ене мен келіннің одақтаса алмасын күнігілер болжаған жалғыз ұлы оған күтуші жалдап берді. Содан бері бар уайымы аяғы ғана. Естіген, оқыған ем дондарынан бөлек өзі ойлап тапқан емдері қаншама. Келе-келе өзін осынша жыл көтеріп келген. Ақыр аяғында шаршаған аяғына өпкелеуді де қойған. Сара қытымыр емес. Тіпті бір күтушімен қатарынан 16 жыл бірге тұрғаны бар. Лиза байғұс өзінің көп жылғы сырқаты жанына батса да, обалы не керек мұның жанынан шықпайтын. Самбырлап әңгімесін айтып, кейде ұқсап, кейде ұқсамайтын шикілі-пісілі тамағын дайындап, барынша көңілін аулайтын. Ал соңғы күтушісінің келгеніне 2-ақ жыл. Жас қыз, кейде ішіп сама, кемпірді бояндырып, тырнағын әрлеуге әуес. Кейде ақ блузка мен көк белдемшесін, кейде матасы тәуір күлгін көйлегін ауыстырып кигізем деп, кемпірді қара терге түсіріп, әуреге салатынын қайтерсің. Сіздің шашыңызды бозғылт күрең түске боясақ қайтеді? Әдемі болып тұрар еді дейтіні бар. Уағында сән қой, кербес келіншек болған кемпір өзін бояндырып, жасандырып жатқанын іші теріс көрмейтін. Бірақ шалбарланып, мыж-мыж болып сарғайып кеткен кәрі тері мен жастық қайдан жарасын тапсын. Бояудан кейінгі әлеміш жүзі оңған ескі шүберектен әрмен одан сайын айғыздалып көрінбейтін білетін кемпір боянбаймын деп азар безер болады. Жас кезінде өте сұлу болыпсыз деп ескі суреттерге үңіліп, өз суретін кемпірдің өзіне көрсетуден жалықпайтын бұл қызда кететін болды. Кемпір желке тұсынан жел соғып тұрғандай қол-аяғы қалтырап тоңа бастады. Тіпті ішіне дейін мұздап кетті. Жанын аты жөні белгісіз мұң құрсаулап, сол қырсық құрсау мұң бөлменің ішінде шеңгелдеп айналдырып, аядай жерде жүретін жер, отыратын орын қалдырмай тарылтып келе жатқандай. Кәрі көңілі туған немересінен де жақын болып кеткен күтуші қызға бауыр басқанын, қимайтынын осы жолы анық түсінді. Алайда ештеңе дей алмады. Кетпеу деуге шамасы бар ма?
Қыздың сүйемелдеуімен тасбақаның мойнындай жіңішке мойнын қалтаңдатып 2 метр жердегі өзінің кереуетіне 5 минут уақытын жұмсап жеткен бойы жақсы бір шарап болса ғой деп қызға қарап тамсанып отыр. Күтуші қыз жымың етті. Кемпірдің нұсқауымен 2 аптада бір рет тамақ алынатынын, жыл өткен сайын кәрі адамның ауқатқа да басқаға да қажеттілігі азаяды дегенмен жақсы шараптан алып қойғызатын әдеті баяғыдан бар. Сылқым келіншек болған уағында да құрбылар болып оңаша отырып қымбат шараптың дәмін тататын. Келіншектер әжімсіз сүйріктей саусақтарымен бокалдың жиегін айналдыра отырып дүниеден озған күйеулерін еске алатын. Әр ненені айтып күлетін, сырласатын. Дүние-ай! Аздан соң қыз мұздатқыштан шыққан шараптың үстіне су қосып кемпірге ұсынды. Енді бара бер, рахмет саған. Қолы дірілдеп, бокалды түсіріп алардай ебедейсіз ұстаған кемпір су қосылған шараптың өзіне бойы басы балбырап, жаны жай тауып рахат құшағына жұтыла бастағанын сезді. Шараптың буы өзінің жастық шағына, өмірінің ештеңеден беті қайтпаған ғажайып шақтарына қарай ала кетті. Ол өзін күйеуімен алғаш қосылған кезде тұрған ескі үй ішінде жүргендей сезінді. Өзі тар, өзі ескі болса да жылы ұяда еді. Күйеуі екеуінің бір-біріне еркелегені, бір-біріне болмашыға өпкелегені, өкпелесіп алып қайта татуласқаны. Сол ескі үйдің жас жұбайлардың өзара реніштерін ұмыттырып, қуаныштарын еселейтін сиқыр бар еді. Жалғыз ұлы да сол үйде дүниеге келіп еді. Күндіз түні күлкі таусылмайтын, достары шақырусыз келе беретін осындай базарлы үйді одан кейін өмірінде көрді ме екен. Өздеріне ақша бітіп, неше мәрте тәуір баспана алғанымен, оның бірде-бірі дәл сондай ұяда үйді еске түсірмейтін. Ол кезде саруар сара күндердің күнінде бұлай қартаямын деп те, өзінің еркін ғана емес, бүкіл тағдырын келіне тапсырып, жылдардың еркіне бағынып, мәужіреген кемпірге айналам деп те ойламаған. Осыдан 40 жыл бұрын Сараның күйеуі бас прокурордың орынбасары болған. Кейін сіресіп тұрған Алов державасының іргесі сөгіліп, елдің бәрі қайта құрудың әуенімен алас-күлес тірлік кешкенде, аралас-құралас жүрген достармен ілесіп, бұлар да өзгеше өмір сүрмекке талпынды. Адам өзін бірдеңеге бастарда аяқ астынан ширап, тым пысықсынып кете ме? Әйтеуір күйеуі соңғы кездерде ерекше мінез тауып, өзінің прокурордың орынбасарлығы міндетін атқара жүріп, екі арада бизнесінде жүргізіп, тыным таппады. Ресейге түрлі түсті металл жабындарын тасыды. Туркиядан киімдер әкеліп, дүкен ашып тастады. Сараның өзі де сол кезде қымбат ұшақтармен ұшып, маңызды іскерлік кездесулер жасап, үріп-ішіп, шайнап төгіп кешкен дәуренді сол күйі тұра беретіндей көретін. Тіпті осы өміріне әбден үйренгені сондай, ата-бабасынан бермен қарай осылай ғұмыр кешіп келе жатқандай, қоңыр төбел тірлік кешкендерді менсінкіремей, мінезінде паңдық пайда бола бастаған. Бақтың да бір баста ұзақ тұрып жалғатын кездері болады екен. Соған көзі жеткендей болды. Бірді екі қылам деп ұйқысы азайған күйеуі іс-сапарда жүріп, апатқа ұшырап қайтыс болды. Аяқ астынан болған жағдай жас әйелді есінен тандыра жаздады. Басымен қайғы болып, баласын бауырына қысып, ұзақ жылап жатып алатын. Күйеуі бардағы сәлем бергіш, жағдай сұрағыш, телефон шалғыш достардың азайып кеткенін байқаған кезде ептеп есін жиған. Есін жиса, күйеуінің барындағы шаруаның әбден ақ қиюы қашқан екен. Оны жөндеуге өзінің шамасы бірде жетіп, бірде жетпей, ақыры шаруасы шатаяқтап, түптің түбінде банкротқа ұшырап тынды. Өзі мен ұлына жетер қоры бар әйел бизнесті бұдан ары тәуекел еткісі келмеді. Ұлын ең жақсы деген оқу орнында оқытты. Бар қаражатын жеткізіп, өзіне де ұлына да пәтер алып үлгерді.
Ойлап қараса, осынша ғұмырында па шіркін дегзерлік сәті сирек екен. Ал жарайды, өмірге келді. Ешкімнен кем қылмайын деп оқыды. Тірлік қылды. Күйеуге тиіп бала тапты. Өсірді. Одан басқа не? Өзінің соңынан не қалдырды? Қолында болып тұрып, ешкімге басы артық жақсылық қылмаған. Тым болмаса, жабырқаған көңілдерді көтерер бір ауыз жылы сөз айтпай-ақ өткерген сол ұзақ ғұмырында ішкі ыдыны қанағаттанатын бір қылығы бар ма? Ұрпақ қалдырдым дейін десе, жалғыз ұлы өзінен бұрын қайтыс болды. Одан туған жалғыз тым алыс. Сонда өзінің артынан не қалдырдым деп шүкір айта алады. 93 жыл жасаған осы өмірге не бердім деп кетіп бара жатыр. Адам баласы жастығынан лезде көз жазып, бір сәтте есейіп, әбден кәрілік жеңгенде ғана барып, өмірі туралы қоспасыз шыншыл пікір түйетіні осы жасқа келгенде барып, көзі жетіп отырысы мынау. Кемпір ұйқылы ояу күйде күрсініп қалды. Адамның мына дүниеге тамақ ішіп, көңіл көтеріп, оның қайтарымына өзінің биологиялық қалдығынан өзге ештеңе бермей-ақ және сонысына еш қымсынбастан өте беретіні несі екен? Айналайын, қызым, деді кемпір таңертеңнен бері әурелеп отырып, саусағынан әрең шешіп алған жүзігін алақанына салып отырып. Бірдеңе керек пе, әже? Отыра ғой, кел. Қыз жанына келіп отырғанда, оның мақтадай жұмсақ қолын өзінің тарамыс саусақтарымен ұстап жүзікті салды. Әже, бұл не? Мұныңыз не тағы? Ала ғой қызым, осындай бір Сара деген әжені бағып, қарап едім деп есіңе аларсың. Менен естелік болсын. Әже, қойыңыз, алмаймын. Наталья Алексеевна білсе, оның қатысы жоқ, өзімнің жүзігім. Баяғыда ұлым дүниеге келгенде әкесі сыйлаған. Сен алып тағып ал, таза алтын, тасы қымбат. Маған жасаған қызметіңе ризамын. Менің жасымды берсін демей-ақ қояйын. Біреуге қарап қалған ұзақ өмірде қай бір мағына бар дейсің. Бірақ бақытты бол, айналайын. Жүзі алаулап кеткен қыз жүзікті өлшеп қарап жатты. Бірнеше жылдан бері дала көрмеген, күннің жадынан да хабары жоқ адам үшін сағат тілі тым баяу жүретіндей. Таң да баяулап атып, күн де төбеге асықпай көтеріліп, сол шыққан күйі ел ұйқыға жатар уақыт болғанша орнынан тапжылмай тұрып алатын. Сол күнделікті көрініс, сол бір жұрнағы өзгермес тірлік. Бұл күнде осының алдындағы өткен күннен, тіпті бір ай түгілі бір жыл бұрынғы күннен де еш айырмас жоқ кәдімгі күн секілдеді. Дегенмен кемпірдің бас аяғы бірдей шұбалған бір сыдырғы күндерінің де ақыры болады екен. Күтуші қызсыз өткен жалғыз күнде өмірінің бұрынғы ма, тіпті одан да гөрі реңсіздене бастағанына көзі жетті. Ешкім келмеді. Ешкім бұл кемпір неғып жатыр, өліп қалмады ма, не ішіп жеп жатыр деп те сұрамады. Осы күйінде жападан жалғыз үзіліп кете берсе де ешкім білмей қалар. Дәретін сіңіріп алып жатқан жөргегі де әбден ауырлап, күнделікті жуындырғанға үйреніп қалған денесі қышып, мазасын алып бітті. Жылылай сүт ішіп ботқа жейтіні бар еді. Кемпірдің ештеңеге зауқы соқпады. Не болса да көндік деп ойлап жатты. Өстіп жатып жұмақтағы жалғыз орынға асыққандай ертерек жөнеп кеткен күйеуіне өкпеледі. Өстіп жатып өзін тас бауыр келін мен жат бауыр немереге қалдырып кеткен ұлына мұңын шаққысы келді. Біреулердің дабырлаған даусынан оянды. Бейтаныс екі келіншек бөлмеге кіріп, мұны оятып алмайын дегендей ақырын сөйлесіп өздерімен ала келген сөмкелерге әлденелерді сала бастады. Бұл келгендердің келіннің тапсырмасымен бұған тиесілі заттарды салып жатқан шамалады. Неше жылдан бері қабырғаларына дейін әбден бауыр басып кеткен бөлмесін қиып кетуге өзін әзірлеуі керегін де түсініп жатты. Келіні мұны өздерінің жанына алмақшы ма?
Әлде бұл пәтерді сататын болып басқа жерден шағын пәтер алып бермекші ме? Өздерімен ала кетпес. Ұлының тірі кезінде де келінімен бірге тұру ниеті болған емес. Енді не жорық? Ал егер басқа жерге көшірсе ше? Ондай болса күтуші қызды неге жұмыстан босатады? Осы бөлмеге кіндігі байланып қалғандай көрінгеннен бе, осы бөлмеде демі үзіледі дегенге ұзақ жылдан бері сенгеннен бе, апақ-сапақта басқа жаққа кетуі ақылға сыйымсыз нәрсе болып көрінді. Ол бар даусымен айғай салғысы келді. Қарағым-ау, жасым болса келіп отыр ғой. Өлгенімді күте алмадың ба? Мен өлсем, осы пәтерді көрге өзіммен бірге алып кетпесім анық. Тым болмаса, менің ұлымның, өзімнің күйеуімнің аруағынан именсең етті. Бар даусымен айқай салып, келіннің ашық әңгімеге шақырудың орнына кемпір үнсіз жата берді. Уағында ешкімді бетіне қарсы келтірмеген, ешкімге кеудесін бастырмаған адамның көбі жасы ұлғайғанда өзінен өзі жүнжіп, басылып, тіпті мінезден айырылып қалама. Баяғы күні болса, турасынан тартып, бет жүзің бар екен деп жатпай, тіліп айта салатын мінезін жоғалтып пұшайман болып жатар ма еді? Өз аяғымен жүріп тұра алатын болса, сары кімге жалынғандай еді? Кемпір әжім айғызданған бетіндегі сызықтарды, қуалай аққан көз жасы тамған жастықтың бетіндегі гүлдің суретін сипалап жатып, кәрі құлағын тіге түседі. Арғы бөлмеде әлде кімдермен күбірлескен келіннің даусы бері жақындап келеді. Ақыры келіні де келді-ау. Келіні бір қарағанда құсқа ұқсайтын. Әсіресе қырланып келіп, ұшы алға қарай созылып, сүйірленіп біткен мұрны кеспірсіз етіп көрсететін. Ал көзі тереңірек орналасқан шүңірек кішкентай көздер кірпік қақпай, бақырайып қарап тұра берер еді. Сүйекті тарамыс келген ұзын-ұзын саусақтары да құстың қанаттарын еске түсіретін. Жасы 60-қа келсе де, өзін күтіп, баптап қалған әйел ештеңе болмағандай. Мамуля, қалайсыз? Бәрі жақсы ма деп келіп, бетінен сүйгенде кемпір ештеңе дей алмады. Өзін ұнатпай тұрып ақ бетінен сүйе алатын, алдап сулай салатын келіннің мінезінің бір сиқыры бар. Қалайша жаратпай тұрған адамның бетінен сүйуге болады? Дәрет алуының өзі мың болған бейшара кәрі адамды 2 күн бойы күтушісіз қалдырып, бәрі жақсы ма деп сұрау мазақ қылу емес пе? Кемпір меңіреу адамша отыра берді. Құлағы естімейді-ау үлкен кісінің. Бұл кісі қаншаға келген өзі деп сұрады келіннің қасына ере келген мұсылманша киінген әйел. Құлағы естімесе естімейтін шығар. Мамуля 93-те. Охо, Құдай ғұмырды берген екен деді бөтен әйел құдды динозавр тамашылап тұрғандай. Тырнағын бояп алған, үсті тап-таза, енең кербез адам екен. Ой, бұл кісі бақытты адам ғой, ауырмайды да. Оның қасында өзіміз 2 күннің бірінде ауырамыз, сүйретіліп әрең жүреміз. Соны айтсайшы, бұрынғының адамдары мықты келеді. Я, бұл кісі әлі жасайды. Шамасы менің де сорпамды ішетін шығар деп салды келіні тыжырынып тұрып. Өздерімен ала келген тамақтарды қойып, шай әзірлеген келін әрі беріден соң мұның бар екенін естен шығарғандай екеу ара әңгімені сапырды дейсің. Мамуляның тәбеті жақсы екен деп тамсанды бөтен әйел мұны иегімен нұсқап. Айтып тұрмын ғой, денсаулығы бізден керемет. Бұл кемпір бір жақты болғанша біз де жөнімізді табармыз деп келіні тағы да бұл тақырыпты онша ұнатпайтынын білдірді. Әйелдердің әңгімесінің бірі құлағына жетіп, бірі жетпей жатса да, кемпір Мәскеуде оқып жатқан немересінің көп ұзамай елге келетін ұққандай болды. Ол және осы пәтерге келіп тұрады екен. Келіні аузын мұның құлағына тақап тұрып сөйлегенде естімек түгілі аппарат киген құлағы шыңылдап та кетті. Мамуля, Саняға пәтерді бересіз ғой, солай ма? Кемпір естігенін қорытып,
Кемпір естігенін қорытып, сіңіріп жатқандай ауыздағысын талмап біраз отырды. Мамуля, Саян келсе келсін, сиямыз. Қалайша, ол сізбен бірге тұра ма? Жоқ, ол сізбен тұра алмайды. Жас жігітке балалар келеді, қыздар келеді, сөз байласып жүрген қызы бар, үйленем десеше. Сонда далаға тастаймысыңдар мені? Кемпірдің даусы жарықшықтанып шықты. Мамуля, неге олай дейсіз? Бәрін реттеп шешіп қойдық. Сізді жақсы жерге орналастыратын болдық. Пансионға. Ол жерде өзіңіз сияқты үлкен кісілер бар. Әңгімелесіп, араласып, үйреніп кетесіз. Бәрі жақсы болады. Апта сайын барып тұрамыз. Саян сөйдеп айтты ма? Мені қарттар үйіне тапсырсын. Кемпірдің пәтерін өзім иемденем деген болса, барайын. Бұл жолы кемпірдің даусы ширығып шықты. Мамуля, түсінсеңізші, мына жерде жалғыздан жалғыз отырғанша адамдармен сөйлесіп, өзіңізді қарайтын жерге барғаныңыз жақсы болады. Дәріңізді, тамағыңызды уақытында береді, кіріңізді жуады. Біз апта сайын барып тұрамыз, уайымдамаңыз. Кемпір қашанғыдай сабырлы мінезінен айырылмады. Бұл оның өзінсіз ақ шешіліп қойған тағдыр жазуына көнбеске амалы жоғын мойындағаны ма, ұлым өлген бойда далаға шығарып тастамағана шүкір. Осы уақытқа дейін орнымнан қозғамай, күтуші жалдап жағдайым жасады ғой. Атасы басқа, тәрбиесі бөлек келінге бірдеңе дегеннен не өнеді? Одан туған, жат болып кеткен немереге мұңымды шағып, не абырой табам? Дегенді ойлағаны даналыққа жеткені ме? Әйтеуір кемпір үнсіз отырды. Ал әйелдер өзара әңгіменің қызығына түсіп кеткендері сондай, қастарында тағы біреудің бар екенін ендігі ұмытып та кеткен. Кемпірдің ұстаған мүліктерінің бәрін тегін болса да біреулерге беріп жіберіп, жөндеу жұмыстарына кірісу керек. Жөндеу жасайтын адаммен де сөйлесіп қойдым. Бағасын да келістік. Төбені әрлеп, еденді ауыстырады. Ваннаны кафелдеп, бүкіл сантехниканы ауыстыратын болды. Шаршы метріне 25 мың теңгеден аламыз дейді. Мейлі ғой әйтеуір, Саян келгенде жарқырап тұрса болды. Қанша дегенмен көптен бері кәрі адам тұрған пәтер иісі де жаңаратын болды деп самбырлап жатты келіні. Жалғыз келіннің осынша пысық болғаны бұған бақ болды ма, сор болды ма, ол арасын ойламапты. Әйтеуір әріден ойлап, бүкіл шаруаны шешіп жүреді. Әр істен өзінің пайдасын ойлап тұрады. Түстен кейін мұны мүгедек арбаға отырғызып, көлікпен кең аулаға келіп кіргенде де көзін жұмып ұйқылы ояу күйде отыра берді. Тіпті кішіпейіл қызметкерлер 14-ші палата деп жазылған бөлмедегі дайын төсекке әкеліп отырғызғанда да жақ ашпады. Ішіндегі өз қайғысының салмағы сәт сайын ауырлап, батпандай болып ұлғайып бара жатқаны өзіне ғана білінді. Келіні кетіп бара жатып тағы да бетінен сүйді. Мамуля, міне көрдің бе, мында қыздар сізге қарап күтіміңді жасайды. Жақсылап қараймыз деп уәде берді. Жаңа қарап шықтым. Пансионның бөлмесі жылы, таза, тамағы да жақсы екен. Теледидар да бар, демалыс бөлмесі де бар. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Біз келіп тұрамыз. Рахмет шырағым, келем демей-ақ қойыңдар. Қайтесің, жұмыстарың бар. Жоқ, келіп тұрамыз ғой, Саянда келеді. Рахмет, саған ұнаған болса, жаман болмас. Сен де қартайғанда осында келерсің, батамды бердім. Мамуля, не деп тұрсыз? Келін шаңқ етті. Көгеріп сұрланған беті кемпірдің көзін шұқып алғысы келгендей. Өзіңіздің осынша жыл баққанда айтып тұрғаныңыз не? Менің де қартайғанда осы жерге келгенімді тілеп тұрсыз ба? Маған да оңай емес. Бөлмені көрсетіп жүрген қызметкерлер екеу ара әңгімені естімеген адамша үнсіз тұр. Олар үшін мұндай жағдай үйреншікті болатын. Зымиян, деді келін шығып бара жатып. Өзінің үстіне әлде кімнің төніп тұрған сезген Бәтима көзін ашып алды. Қара көлеңкеде күйбеңдеп жүрген Рысқұл кемпір екен. Осы кісі жүрегімді жаратын шығар деп ойлаған күйі Бәтима басын тұмшалап теріс қарап жатты. Мұнда барлық бөлмеде 4 адамнан тұрады. Тек осы 14-ші палатада ғана әзірге бір адам, Рысқұл әжей ғана бар. Соның қасына барасыз. Ол кісі мазасыздау, бірақ адамға зияны жоқ деген болатын қабылдаушы қызметкер осы жерге алғаш келгенде. Кімнің қасына бөледі, қалай тұрады,
алғаш келгенде бұған бәрібір еді. Мейлі, бап таңдайтын не жағдайым бар, бәрібір өз үйіңдей болмасы анық. Не де болса мейліңше оңаша болғаны жақсы деп ойлаған. Алғаш келген кездері Рыскүлдің қылықтарын тосырқап, тіпті зәразап болып дәрігерге шағым жасап көргенімен, дәрігер ол кісі деменция ғой деп қолын сілтеген соң, деменцияның не екенін ұқпаса да, Рыскүлдің оғаш қылықтарына келе-келе мән бермейтін болған. Бастапқыда Рыскүл кемпір мұны әлдем кімге ұқсатты ма, қарт адамдарда бола бермес ширақтықпен ентелей келіп құшақтай алатын. Үйбаяу, Боташ, бұл сен бе? Қайдан жүрсің? Сосын сілекейін жақ мұның бетін алма кезек сүйе бастайды. Осылай күніне бірнеше рет қайталанады. Өткен шақпен ғана өмір сүретін, мұны күн сайын басқа біреумен шатастырып жүретін алжыған кемпірді Бәтима келе-келе кері итеріп тастайтын болды. Ондайда кемпір бір сәт мұңайып қалғандай көрінеді де, қалтасынан бірдеңе тауып алып жеп жөніне кетеді. Осы бір екеуіне де ыңғайсыз әкелетін оқиға демде ұмтылады. Рыскүл кемпір ала таңнан тұрып алып, күн сайын бір жаққа жиналады. Дәрігерден естігені кемпірдің екі ұлы бар. Үлкенінің қолында тұрған кемпір әлсін-әлсін үйден шығып кетіп адасып, біресе су тағызып, біресе газды өшірмей, үй ішін әбігерге салып, ақыры үлкен ұлы шешесін пойызға мінгізіп, кіші ұлына жіберген екен. Шешесі мен әйелінің арасындағы бітпейтін кикілжіңнен миы ашып кеткен кіші ұлы оны уақытша осы жерге орналастырады. Бір күні өзім келіп алып кетем деп уәдесін берсе керек. Содан бері кемпір күнде ертемен әлде қайда асығыс жинала бастайтын болған. Тумбасының қақпағын ашып, әлденені ақтарып, іле-шала тарс еткізіп жабады. Үстіндегі жылты жіптер бар матадан тігілген көйлектің сыртынан алтын зәрлі кәжекейін іледі. Оның сыртынан киім ілетін орынға тапсырмай алып қалған ескі пальтосын киеді. Жиектері гүлді-гүлді орамалын жағына тартып байлайды да бір жаққа асыққандай шыға жөнеледі. Ал ала таңмен жинақтаған чемоданы сол күйі қалады. Ашық тұрған бүкіл есікке кіріп адақтап кететін Рыскүл өзі тұратын 14-ші палатаны таба алмай ұзақ айналады. Кейде басқалар ұрсып, жұлқылап жүріп өздерінің мазасын алған кемпірді әкеліп кіргізіп тастайды. Кейде Бәтиманың өзі адасып жүрген көршісін алып келеді. Ертеңінде Рыскүлдің тағы да асығыс бір жаққа жиналып жатқаны. Сырқат адаммен не әңгіме айтасың? Бәтима соңғы кезде осы жердің басшылығына жасы өзі шамалас көршім болса деп өтініш айтуды ойлап жүрген. Ол көршісі Рыскүл сияқты деменцияға ұшырамаған, қою шайды тартып отырып, өткен кеткенді әңгімелеп, бір-бірінің мұңы мен сырын бөліссе дейді. Осы тілегін әне айтам, міне айтам деп жүргенде, қастарындағы бос орынға өздігінен жүріп тұра алмайтын кәрі адамды әкеліп орналастырды. Жаңа көрші ешкіммен танысуға асықпады. Жалғасы бар, жалғасын күтіңіздер.